Елімізде жасыл энергетиканың үлесі 6%. Соның ең ірісі Ақтөбе облысында орналасқан Бадамша жел станциясы. Бүгін осы өңірге жұмыс сапармен барған Олжас Бектенов аталған нысанның жұмысымен танысты. Желден қуат өндіретін станцияны италиялық Eni энергетикалық компаниясы салған. Оған 69 миллиард теңге жеке инвестиция қойған. Нысан сағатына 195 гигаватт қуат өндіреді. Бұл 37 мың үйге жететін энергия. Ең бастысы, ауаны ластайтын көмір қышқыл газын 172 мың тоннаға қысқартқан көрінеді. Ал елдегі ескі жылу электр орталықтарының 70% көмірге тәуелді. Тозған инфрақұрылым энергия тапшылығын тудырады. Мұның мысалы, Қазақстанның солтүстік өңірлері мен Ресейден электр қуатын сатып алып отырған Ақтөбе облысы, деді Олжас Бектенов. Осы жаңартылған энергия көздерінің энергиясы тұрақты болмағандықтан газбен жұмыс жасайтын электростанциялар салып жатырмыз. Қазір республика бойынша 2000 мегаваттан астам салынып жатыр. Тағы аукцион өткізіп, оның үстінде Ақтөбе облысында да тағы 200 мегаватт салынады. Бірақ жаңа үлкен ірі кәсіпорындарда болып жатырмыз. Қазақстанның экономикасы даму қарқыны өте жоғары, сондықтан біз болжам бойынша болашақта 2035 жылға шейін 150 миллиардтан астам киловатт сағат электр энергия керек болады. Ал біздің бар электростанцияларымыз оны толық қамтамасыз ету мүмкіндік жоқ. Сондықтан біз диверсификация жасауымыз керек. Оның бір жолы атом электростанциясын салу мәселесі.